Қонақтар келген кезде 22. Не? Әңгімең бар ма? Кеш бері жақында. Мен сонда қонақтар келді деген сөзім үшін қинаваттым ба? Идея жоқ. Но бұл. Келесі. Балам қонақ. Мә шешең. Осы. Не болды шешең деп тұр қой алдында. Мама кешірші. Тұр. Қонақтар келіп жатыр, сені қайтем. Бір ауыз сөзің, мама. Не істеу керек? В общем, мен саған по секрету айтайын. Профильге кіресің, сондағы телеграмға тіркелесің. Содан кейін ақша тауып үйренесің. Болды, кеттік. Ал содан кейін? Содан кейін ана магазинге барып сок алып кел. Ұмытып кеттім шешесін. Өмір осы. Мен барам алғы магазинге. Опа-на. Бля. Что там, чапок? Жаным, жан жүрек. Мә барам. Келген кезде 23. Мама, білесің ма кім келді? Ёп, твой маттың баласы, не болды таң атмастан? В общем, мама, мен Жанзақ Бекзатты қонаққа шақырдым. Сайын Белгенға. Ойбай, ятай. Ана 40 жастағы қызға. Ой, қатынға барған қыз емес пе? Жоқ, мама, негізі ол ондай емес. Онда қандай? Жоқ, мама, ол реально миллионер. Ол көптеген ақшаны ойындардан көтереді. Шынымен ба? Апа, рас. Қол астында 10 мыңдаған менеджерлермен бірге біз деген ойындардан неше түрлі ұтыстар тілейміз. Сонымен қоймай өз деген оқырмандарға, көптеген бауырларға сол ойындарды дәріптеп, үгіттеп, оларға ұту жолдарын стратегиясын көрсетеміз. Яғни сілтемеде профильде тұрайсыз, что? Сен, походу, мен наебать етейін деп жатсың. Сен десеңіз 1000 теңгеңізбен ойнап көріңіз, содан кейін біле жатармыз кімнің лақап етіп тұрғанын. Ей, ёп, твой маттың баласы, шапок, әкел ана обменді ойнайын. Мама, онда 1000 теңге ғана жатыр ғой. Тоқу, әкел. Бүркіт аға менің артымнан ит қуалады. Қашып үлгерді ме енді? Артымнан ит қуалады дейсің ба? Иә. Ары қараш. Шықыпсың ғой сен? Жоқ, ол просто тат-бас кеткен ғой. Мына жер сас кетті кетші. Отағасы, ана ит сенің балаң көтін айыптайын депті ғой. Да нуна. Жоқтан братан ана белгіні сүймейін демешсің ба? Жоқ, айдайын деп жүр. Үй жайша ма? Машинасын қылып просто. Анау менің велиім ғой. Өлмесіған ананы айғыр деді ғой.